Шылау толық лексикалық мағынасы жоқ, сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстыратын, сөзге қосымша мән істейтін көмекші сөздер. Мысалы, үшін, жуық, бірақ, мен, да, әрі, тағы да басқа. Енді шылаулардың айырмашылығына тоқталайық. Шылаудың толық лексикалық мағынасы болмайды, шылау сөйлем мүшесі бола алмайды, шылау сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстырады. Шылау толық мағыналы сөздің жетегінде қолданып, оған қосымша мән істейді. Шылаулар түрленбейді, яғни көптелмейді, септелмейді, тәуелденбейді, жіктелмейді. Шылау сөздер білдіретін мәніне қарай үшке бөлінеді: септеулік шылау, жалғаулық шылау, демеулік шылау. Септеулік шылаулар белгілі бір септік тұлғадағы толық мағыналы сөздермен тіркесіп келіп, оған мезгілдік, мекендік, амалдық, септік, мақсаттық сияқты үстеме мән береді. Септеулік шылаулар екі түрлі қызмет атқарады. Өз шылауында жұмсалған сөзге қосымша мән істеп, оны екінші сөзбен байланыстырып, сөз тіркесін құрайды. Мысалы, ел үшін тер төгу. Екінші, екі сөйлемді сабақтастыра байланыстырады. Мысалы, күн бұлттанған сайын тілек жас төлдерін ойлай бастады. Септеуліктер мына сөздермен шылауында айтылады: түбір сөздермен немесе атау тұлғадағы зат есім, есімдік, тұйық етістік, есімшемен тіркесетін септеуліктер. Сайын, секілді, туралы, тәрізді, сияқты, сынды жөнінде, жайлы, шамалы, қаралы. Мысал келтіретін болсақ, хат арқылы хабарлау. Бар септік сөздермен тіркесетін септеуліктер: шейін, таман, тарта, салым, жуық, тақау, таяу, дейін. Мысалы, орманға дейін жүгіру. Шығыс септіктегі сөздермен тіркесетін септеуліктер: соң, гөрі, бері, әрі, бұрын. Мысалы, сабақтан кейін дайындалу. Көмектес септіктегі сөздермен тіркесетін септеуліктер: бірге, қатар, қабат. Мысал келтіретін болсақ, сонымен бірге, досымен қатар, оқумен қабат. Енді кестеге назар аударыңыздар. Септеулік шылау түрлерінің кестесі. Енді жалғаулық шылауларға назар аударайық. Жалғаулық шылаулар сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстырады. Жалғаулықтар бірыңғай мүшелердің немесе салалас құрмаластың сыңарларын төмендегі мағыналық қатынаста байланыстырады. Ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтар: мен, бен, пен, менен, бенен, пенен, да, де, та, те және әрі. Қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтар: бірақ, алайда, дегенмен, әйткенмен, сонда да, әйтпесте. Талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін жалғаулықтар: әлде, біресе, кейде, яки, бірде, я, не, немесе, болмаса, не болмаса, я болмаса. Себеп салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтар: себебі, өйткені, сондықтан, сол себепті. Жалғаулық шылаулардың түрлерінің кестесіне назар аударыңыздар. Демеулік шылаулар сөзге немесе сөйлемге күшейту, тежеу, шектеу, сұрау, болжалдық, күмән, нақтылау мәнін істейді. Демеуліктер сөзге немесе сөйлемге істейтін мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Бірінші, сұраулық демеуліктер: маме, бабе, папе. Осыған мысал келтіретін болсақ, мысалы, барасың ба, келесің бе. Күшейткіш демеуліктер: ақ, ау, ай, әсіресе, да, де, та, те. Мысалы, осақ, досым ай, қарағым ау, тілекте келді. Шектік тежеу демеуліктері: ғана, қана, тек. Мысал келтіретін болсақ, тек қана, сен ғана. Болжалдық демеуліктер: мыс, міс. Мысалы,
болыпты мыс. Өмір сүріпті міс. Болымсыздық немесе қарсы мәнді салыстыру демеуліктері түгіл, тұрсын, тұрмақ. Мысалы, ол түгіл, сен тұрмақ. Нақтылау мәнді демеуліктер ой, қой, ды, т. Мысалы, сол ғой, айтқанды, көргенді. Және мен, пен шылаулары сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстыруда қолданады да ешқандай тыныс белгі қойылмайды. Мысалы, Абай мен Мұхтар және Шәкәрім қазақ әдебиетіндегі біртуар тұлғалар. Мен, пен жалғауы көмектес септік жалғаумен сырт тұлғасы жағынан ұқсас, алайда олардың бір-бірінен жазуда айырмашылығы бар. Көмектес септік жалғауын түсіріп айтуға болмайды. Мысалы, жақсымен жолдас бол деген сөйлемді жақсы жолдас бол деп айтуға болмайды. Ал шылауды түсіріп айта аламыз. Мысалы, жақсы мен жаманды дегенді жақсы, жаман немесе жақсы және жаман деп айтуға болады. Да, де, та, те шылаулары сөзден бөлігі жазылады. Да, де, та, те жалғаулығы сырт тұлғасы жағынан жаты септік жалғаулығымен тұлғалас. Жаты септік жалғауы сөзге жалғанып бірге жазылады. Оны түсіріп айтуға болмайды. Ал шылау бөлек жазылады. Және оны түсіріп немесе басқа жалғаулықпен алмастыруға болады. Мысалы, жасымда ғалым бар деп ескермедім. Жасым ғылым бар деп ескермедім деп те жаты септік жалғаулығын түсіріп айтуға болмайды. Ал жас та, кәрі де риза дегенді жас пен кәрі немесе жас кәрі риза деп айта аламыз. Маме, бапе, папе шылауы сөйлемде сұрау мәнін үстеп, сұраулы сөйлем жасайды да өзі тіркескен сөзден бөлек жазылады. Бұл шылау сыртқы тұлғасы жағынан мабе, бапе, папе болымсыз етістікті жинағымен ұқсас келеді. Шылау бөлек жазылады да болымсыз етістік жинағы түбірге қосылып бірге жазылады. Кейде бұл шылау м, б, п түрінде өзгеріп сөзге қосылып бірге жазылады. Мысал келтіретін болсақ, әкесіз бе? Әкесімісіз? Ақ, ау, ай, мыс, міс, д демеуліктері дефис арқылы жазылады. Мысалы, өзің ақ бара бер. Өзің ақ деген арасында дефис қойылған.